Дагыстан Республикасында шөл бәтірлері деп аталған саулай ноғайлар ара еркін күрес бойынша 14-ші турнир өзді. Икон байрам кепте өткөн амаламадан Рабиат Коковадың Эмир Утевалиевтің репортажы. Спорт амалламасын үйгүнлаушылар Ноғай районының администрациясы, Ясьялка орталығы өкімет оркестрдің етекшісі Бекмурза Кудайбердиев боладылар. Турнирде Карашай-Шеркеш республикадың Ставрополь крайының, Аштархан областының, Шешен республикадың Дагестан республикадың спортшылары ортақшылық еттілер. 2007 жылда Бекмурза Кудайбердиев шөл батырлері деп аталған еркін күрес бойынша проекты дүнияға ендіріп, бірінші кере болсынасларды Дагестанның Ноғай районының орталығы Тереклі мектепті өзғарған. Ол заманда болсынасларды Россиядың түрлі регионларында яшайтаған ноғайлардың күресшілері қатнасып, турнир ақында хабар тез яйылып, спорт амаламасы игі әдетке кірді. Айтпаға сынаслардың дәрежесі, сапаты, күресшілердің ұсталығы күннен күнге өсіп барады. Күн яқшы болсын, ақ қатырлы ноғайым. Мен міне Қобан бойынан келдім. Өмір бойы Қобанман шөлдің арасында халқымыздың байланыстары беркіп тұрған, олардың тарихы қайтайтайым теренге ұзаққа кетеді. Бүгін өнерде де міне Ясьялка бір-бірімен қатынасын деп, сол достық көпірін үзбей, мен оларға да көрім үлгі болмаға сүйемен. Міне бүгін Ноғай шөлімізде бір еркін майданда шөл батырлер деп аталған халықлар ара саулай ноғайлық спорт турнирі озып тұры. Икон разылық білдіремен сосы турнирді ел сайында озғаратан адамарға міне сау болсын біздің Ноғай шөліміздің қонақ сүйер ата-баба юртымызда сосы турнирді қонақларды сыйлы қонақ етіп жолығып алатам сәпірлерді үйгүнлаушыларға ар елда да сосындай турнир озып тұрсын. Түрлі регионларда да ноғайлар ейіліп, тыпақласы регионлардан бірліктерін көрсетіп, өз күшлерін көрсетіп, спорт майданында ноғай егітлеріміз, пелуандарымыз тек егітлікпен, күшпен даңқыланғанан Алла етсін. Ассаламу алейкум, амансыз ба? Біз Астрахандан келдік. Бүгінгі 14-ші турнир по вольной борьбе степной богатырьға бізге бек ярады. Мұнда бірінші ел біз сізде бізге надай турнирлар по вольной борьбе, не только по вольной борьбе керек, халқымыз таныспа керек, бірлік керек. Надай қатынасу бола берсін біздің халықтың түрлі регионлардан. Біздің халыққа тек яқшылық. Біз келген қонақларды Ноғай шөлімізде хош көреміз. Шөл бәтірлері турнир бізге тек спорт шара болып қалмайды. Біріншілей, саулай Россияда яшайтаған ноғайларға ейілмаға бұл үлкен әрекет. Ставрополь, Крым, Қобан ел, Теркем, Хаджитархан беттен келген ястарымызды келгенін мен бек сүйемін. Бұл турнир біздің ястарға бір-бірісімен таныспаға, біткеннен соң қатынаспаға деп құрылған. Шөл бәтірлері турниріне қатынасқамыз үшін бек сүйінеміз. Біз өз қосымызды етіп болдық деп ойлаймыз. Түрлі ерлерден келген бәтірлерді жоқтық. Олардың хабарларына көреді, біздің хабарларымызға да көреді. Мұндай турнирлер біздің күшкен Ноғай халқымызды бірлістіреді. Яшасын Ноғай халк, көрімлі егітер көп болсын Ноғай елінде. Әлбетте еркін күрес бізге ата-бабалардан еткен спорт түрлісі. Әлік заманда еркін күрес яңыдан янлануда. Мұндай турнирлерде қатнасу яс спортсменлерді шынықтыру, конықтыру бойынша икон себебін тидіреді. Бұл турнирде 100-ден артық спортсменлер ортақшылық еттілер. Бекмурза Кудайбердиевтің айтуынша, бұл турнир саны бойынша 16-шы кере болмай керек. Ама коронавирус пандемиясы үшін 2020 жылда, 2021 жылда спорт амаламасы озбаған. Сол болжалдың арасында бірнеше спортсменлердің яшауында ярқын еңілер болған. Рабиат Кокова, Эмир Утевалиев, соңғы хабарлар.